Саламатсызбы балалар? Бүгінгі сабағымыз 2 сынып математика сабағы 10 сабақ. Сабақты көрден алды менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы жүз көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Бірінші есеп. Тапсырмасын қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жасаймыз. Мысалы 40 қосу 30. Жақша ішіне алып, сыртында қосу 8 деп аламыз. 70 қосу 8, бұл 78, иә? Бұл жерде неліктен 40-қа 30-ды қостық? Яғни бұл жерде 70 санын шығару керек, яғни 40-ты 30-ға қосып аламыз. Мына тұрған санды. Мына жерде 10-ды мына 10-ға қосып аламыз. Бұл жерде тапсырмалар берген, мінекей мен жауабын жазып қойдым. Мысалы 24 қосу 60 тең 20 қосу 60 деп аламыз. Одан кейін 4-ке қосамыз. Жауабы 84 болады. Сіздер де осыны дәл осылай көшіріп алыңыздар балалар. Барлығының мәнін жазып қойғанмын. Келесі есеп, бұл екінші есеп өрнектер құр дейді. 60 пен 2-ның қосындысынан 50 азайту дейді. Яғни 60 пен 2-ні қосып 50-ден аламыз. 12 болады екен. Келесі 50-ге 30 пен 7-ның қосындысын қосу дейді. 87 болады. Келесі есебіміз, үшінші есеп, теңдеулерді шеш. Мысалы 70 қосу x тең 96 болады. X табу үшін 96-дан 70-ті аламыз. X тең 26 болады. 70-ке 26-ны қоссақ 96 болады. 96 тең 96 болады. Келесі есебіміз с қосу 80 тең 85 болады. С тең 80 алу 85 болады. С тең 5 деген. 5-ті орнына қоямыз. 5-ке 80 қоссақ 85. 85 тең 85 болады. 65 алу Б тең 20 болады. Орнына қоямыз. Бұл 65 20-дан алса 45 болады. Жауабы теңдеуіміз дұрыс шығады екен. Келесі есебіміз білім күніне арналған мерекелік концертке 32 ұл және 20 қыз қатысты. Концертке қыздарға қарағанда неше ұл артық қатысты? 32 ұл деп аламыз және 20 қыз деп. Ұлдың неше ұл артық екен табуымыз керек. Шешуі 32 алу 20, жауабы 12 болады. Жауабы 12 артық ұл екен. Келесі 5-ші диаграмманы пайдаланып бос төркөзге қалып қойған санды қой дейді. Сыныбымызда белгісіз оқушы ән салғанды атады дейді. Оның екеуі ұлдар, қалғаны қыздар дейді. Неше қыз ән салғанды атады дейді. Мысалы диаграммада санаймыз балалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 болады. Онда осы жерде 12 қыз және 2 көк бала ұл деген. Яғни 14-тен 2-ні алсақ 12 болады екен. 12 қыз және 2 ұл бар екен. Келесі есебіміз 6-шы есеп қалып қойған өлшем бірліктерін ата дейді. Мысалы үстелдің ені 60 метр деп алсақ болады. Көжектің массасы 2 килограмм. Құмыраның сыйымдылығы 3 литр және 1 сағатта 60 минут бар деп жазсақ болады екен. Келесі 7-ші есеп тура емес теңдіктерді қателерін түзетіп оларды жаз дейді. Мысалы бұл жерде қателер көп, барлығы мысалы екеуі қате екен. 23 қосу 6 27 деп қойған, бұл дұрыс емес. 23 қосылған 6 29 болады. Ал мұнда 39 алу 6 32 деп қойған, бұл дұрыс емес. 39-дан 6-ны алсақ 33 болады. Балалар осылай қатесін түзетіп жазамыз. Келесі 8-ші есеп, мысалы бос төркөзге орнына тиісті санды қой дейді. Мысалы 90 алу белгісіз сан 80 дейді. 90-нан нешінен алсақ 80 қалады, 10-ды алсақ 80 қалады. Келесі 10 қосу белгісіз сан және тең 67 дейді. 50-ге 57-ні қоссақ 67 болады. Келесінде 74 қосу 20 тең 94, 17 қосу 50 тең 67, 80 қосу 15 95 және 67 алу 50 17 болады екен, балалар. Осылай жазып алыңыздар. Келесі соңғы есебіміз 9-шы есеп. Әлия мен Айдостың 2 сайыста жинаған ұпай сандарын қосып жеңімпазды анықта дейді. Мысалы бірінші сайыста Әлия 52 алу 30 плюс қос 3 ұпай алу 25 ұпай. Ал екіншісі сайыста
Екінші сайыста 90 ал 30 қосу 5 тең 65 болған. Алиянікі. Ал Айдостікі бірінші сайыста 42 алу 20 қосу 5 27, 92 алу 30 қосу 1 63 болған Айдостың балы. Сонда Алияның балы бірінші сайыста 25 пен екінші сайыстан қосамыз 65 90 болады. Айдостікі 27 қосу 63 90 болады екен. Балалар, осымен екеуінің пай саны бірдей болады, жеңіске жеткен Айдос та Алия да екеуі бірдей жеңіске жеңімпаз болған. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.